Баршаңызға сәлем, керек кеңес арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің тақырып көк шай қара шайға қарағанда шынымен пайдалырақ па? Көк шайдың пайдасы туралы ежелден-ақ айтылып келе жатыр. Әлем бойынша көптеген адам оның ағзаға пайдалы тұстарын ескертіп, көк шайды күнде ішеді. Күнде көк шай ішу ағзаңызға қандай әсер береді? Бірінші, ол антиоксиданттарға бай. Көк шайдың пайдалы саналатын себебінің бірі онда кахетиндер секілді антиоксиданттардың көп болуы. Антиоксиданттар ағзаны бос радикалдардан қорғайды. Сондықтан ол түрлі созылмалы аурулардың алдын алады және қартаю процесін баяулатады. Екінші, артық салмақтан арылтады. Көк шайды жиі ішіп тұрсаңыз, ағзаның ас қорыту қызметі жақсарады. Сондай-ақ іштегі майды кетіретін қасиеті тағы бар. Құрамында ақуыз мол болғандықтан өте тойымды сусын саналады. Үшінші, өмірді ұзартады. Жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алғыңыз келсе, көк шай ішіңіз. Сонымен қатар ол бүйректің сыртқы факторларының әсерінен қорғайды. Төртінші, холестерин деңгейін төмендетеді. Көк шай ағзадағы жаман холестеринді азайтып, жақсысын арттырады. Көптеген зерттеулер бойынша күнде көк шай ішетін адамдардың ағзасында холестерин құрамы әлдеқайда аз болады. Бесінші, теріге күтім жасайды. Көк шай теріні жақсы ылғалдандырып, жаңартады. Құрамында катехин мол болғандықтан терінің қартаюына жол бермейді. Алтыншы, тіске пайдалы. Ол қызыл еттің ісінуін басып, тістің бұзылуына жол бермейді. Сондай-ақ тіс шегінің алдын алады. Жетінші, есте сақтау қабілеттерін жақсартады. Көк шай есте сақтау қабілетін жақсартып, зейін қоюды арттырады. Ол құрамындағы панофенол мен катехиннің арқасында болатын нәтиже. Себебі олар ми жасушаларының бұзылуына әсер ететін бос радикалдарға төтеп бере алатын күшті антиоксиданттар. Сегізінші, иммунды жүйені қатайтады. Көк шайдағы антиоксиданттар иммунды жүйені сақтап, оған жұқпалармен және қабынуымен күресуге көмектеседі. Тоғызыншы, көңіл күйді жақсартады. Көк шайда L-тианин амин қышқылы бар. Ол босаңсуға және күйзеліс деңгейін азайтуға көмектеседі. Бұл көңіл күйдің жақсаруына ықпал етеді. Көк шайдың зияны. Көк шайда фторид болуы мүмкін. Оның мөлшері көп болған жағдайда ол тіс пен сүйекке жағымсыз әсер етуі мүмкін. Көк шай кей адамдардың асқазан шырышына жақпауы мүмкін. Қыжыл пайда болуы немесе асқазанымызда ауруы мүмкін. Бұл әсіресе оны аш қарынға ішкен кезде білінеді. Көк шайда да кофеин бар. Оны көп ішу ұйқысыздыққа және мазасыздыққа әкелуі мүмкін. Кей адамдардың көк шайдың құрамындағы заттарға аллергиясы болуы мүмкін. Көк шай тамақтан темір сіңуін баяулатады. Бұл анемиясы бар адамдарға проблема тудыртады. Жүкті немесе емізетін әйелдерге көк шайды көп ішуге болмайды. Дәрігер кеңесін алу маңыздырақ. Ескерту. Бұл қауіптер көк шайды көп ішумен байланысты. Егер қандай да бір медициналық проблемаңыз болса, көк шай ішуді әдетке айналдырар алдында дәрігер кеңесін алған жөн. Көк шай қара шайға қарағанда пайдалырақ па? Әдетте көк шай шынымен де қара шайға қарағанда пайдалырақ деп саналады. Алайда қара шайдың да өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Қандай шай болса да оны шамамен ішу маңызды. Достар, мендегі бар ақпараттар легі осындай. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал сіз қай шайды көбірек қолданасыз? Қара шай ма, көк шай ма? Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.